Автобусқа отырып алып, университетке бара жатырмын. Универге келдім. Қазір сабаққа кіремін. Біздің универдің іші осындай. Бірақ сабақтан сұранып кетуім керек. Бүгін кешке досымыздың үйіне Алма-Ситиге, Ауызашарға барамыз. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күн күшті болып тұр ғой, ауа райы, қараңыздар. Қазір сабақтан сұранып шықтым, ертерек келіп қатысып Ауызашарға бара жатырмыз. Кеше деген ауа райы мама дала деген. Қазір де не болып тұр ғой, бұлтты болып тұр. Кеше аспанда қара бұлт деген төнеріп, жаңбыр деген қатты жауған болатын. Күшті болып тұр парк. Сабақтан ерте қайтқан күшті екен. Обычно кешке шығамыз ғой, сағат 7-ден аса. Қазір 4 болды. Метроға мінем қазір. Жарты жолға дейін тезірек барасың да. Метроның болғанына шүкір. Тез білеміз да. Бара қоямыз қазір. Метроға мініп алдық. Қасында Сабина бар. Видеоға түспейді бірақ. Сабина екеуміз, құрбым екеуміз досымыздың үйіне бара жатырмыз. Ауызашарға. Бәріміз метродан, поездан түсіп, сыртқа шығып жатырмыз. Автобустан түстік. ЖК-ға бара жатырмыз, осы жақтағы ЖК-ға. Алма-Ситиге. Бұлай кішкене жаяу жүреді екенбіз, автобус ол жаққа бармайды екен. Мына остановкадан автобустан түсіп қалдық тағына. Енді жаяу келе жатырмыз. Әлі жеткен жоқпыз. Жолдан қазір магазиннен тәттілер алып, алма алып алғанбыз. Қосып тәтті алайық деп келе жатырмыз. Мына жақта қазір бұрылуымыз керек. Мөлдірдің жайған дастарханы. Біз бүгін тағы да алдын қаптан қайталайын деп 3 күн қатарынан Ауызашарға келеміз енді. Бүгін бірінші күн деп қойын. Мына мөлдірдің еті келді. Ондай жағдай әлі Қамыршын етіміз. Ау. Далаға шығып кеттік. Нағыз шығам деп далаға шықты. Зәнім. Далада жүрміз, я? Далада сіркіреп, жаңбыр жауып жатыр. Ана 5-ші этаждан далаға шығып отырмыз. Үйсі болып кетті ма, не қылдағыз? Ұйқысы келді ма, далаға шығам дей берді. Қоймай, шықтық. Алыстан мешіттің дауысы естіліп тұр, мешіттегі оқып жатқан. Құндыздың үйіне келіп қалды, Ауызаша. Бауырсақ дейсің ба? Шоным әкеліп, келесіше Ауызашардан келіп, ұйықтатып, бүгін шомылдыру болып жатыр. Қыздардың бәрін шомылдырып, киімдердің бәрін жинастырып жатырмыз, я? Қыздардың бәрін шомылдырып, әппақ болып кетті, я? Исан. Пелес ұстап қойдық мына жерде. Қазір бүгін көршінің баласы келіп ойнап жатыр бізбен. Қазір тағы да Ауызашарға барамыз. Бүгін 3-ші күн Ауызашарға келіп қалдық. Және де мөлдір подружкамыздың туған күні. Осындай әдемі гүлдер подружкасынан. Бұндай шикарный дастархан жасап қойыпты. Әлі 20 минут бар Ауызашарға. Ау жаным. Күштіреп манты жасапты мөлдір. Өте дәмді болды. Дәмді болған соншалық. После тұрып отыр. До тұрды, ұмыт кеткеніміз ғой, бәріміз ораза тамақ. Күшті болыпты. Туған күнің келген. Осындай фисташковый торт жемдеп жатырмыз.
күшті екен. Мына жерін жедік. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ауа райы күшті керемет болып тұр. Мен қазір университетке бара жатырмын. Мына жерден бір пересадкамен 33-тен түсіп, сонда кішігірім бір парк бар екен, осының ортасына келе жатырмын. Мына жолдан қазір, мына жолдан түсіп, мына жолға бара жатырмын. Басқа автобусға мінемін. Екінші автобустан түстім. Ұйқым келіп кетті автобустың ішінде. Кешке кештеу келіп, ұйқымыз қанбай қалған еді. Аузын шардан келіп. Балалар вообще таңертең тұра алмайды ғой. Сөйтіп развозкаға үлгермей қалдық та, кішкене ұйықтай тұрсыншы деп. Сағат 10-ға дейін апардым садикке. Сөйтіп балалар садикке апарып, тамақ жасап, душқа түсіп, нөжімді жасап, үйге тапсырма бере презентациям керек деп. Потом кір жуып, сөйтіп шығып кеттім. Ладен болып тұр екен, бірақ кішкене салқындау. Күшті бірақ, рахат болып тұр. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін мотивация. Күшті болып тұрғаныңыздаршы. Сабаққа кірдік. Және бізге осындай билет таратылды. Бұйыртса 17-ші сәуір күні ұшамыз. Стажировкаға. Ал достар, сабақтан шықтым. Енді үйге қарай қайтып бара жатырмыз. Нәжет қарадыр қандай күшті апарып менен жасақ қойған. Күшті. Достар, барлықтарыңызға рахмет. Қолдап жүрсеңіздер, лайк басып, комментарий жазып. Келесі блогта кездескенше сау болыңыздар.